Қыркүйектің 6 мен 12 аралығында еліміз бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын атап өтуге арналған 250 іс-шара өтті. Осы аптада сенім грамоталарын табыстау салтанатында мемлекет басшысы Қазақстан биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтетіндігін мәлімдеді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев біздің ел сындарлы бастамаларға әрқашан дайын екендігін, әрі достық қарым-қатынастағы мемлекетаралық байланыстардың игілігі үшін жұмыс істейтінін жеткізді. Елімізде отбасы күніне орай өтетін жыл сайынғы мерейлі отбасы ұлттық байқауының жеңімпаздары анықталды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаевтың қатысуымен онлайн форматта өткен жиында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауы оқылды. Президент құттықтау хатында ұлттық байқаудың өскелең ұрпақты тәрбиелеп, отбасылық құндылықтарды дәріптеуде маңызы зор екенін атап өткен. Қыркүйекте еліміздің барлық мектептерінде тәуелсіздік жетістігі тақырыбында ашық сабақтар өтуде. Өскелең ұрпаққа тұғырлы тәуелсіздіктің маңызын түсіндіруді көздейтін жоба алдымен Нұр-Сұлтан қаласында басталды. Ауқымды бастама кейін Алматы, Шымкент, Солтүстік Қазақстан және Ақтөбе облыстарында жалғасты. Жас буынға тәуелсіздік жылдары жеткен жетістіктер жайлы ұстаздармен бірге Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына үлес қосқан қоғам қайраткерлері де дәріс оқыды. Бірқатар аймақтарда отбасы күніне арналған іс-шаралар өтіп, мерейлі отбасы байқауының облыстық кезеңінің жеңімпаздары анықталды. Атап айтқанда, Ақмола облысында Целиноград ауданындағы Құрмет Нұрсұлтанның отбасы жеңімпаз деп танылды. Ерлі-зайыптылардың отасқанына биыл 43 жыл толған. Ал Павлодар облысында Екібастұздық Мыңбаевтар отбасы жеңімпаздар қатарынан көрінді. Көп балалы отбасылар мен тұрмысы төмен отбасыларға көмек көрсету қашанда мемлекет саясатының басты назарында. Отбасы күніне орай Абай қаласында үй кезегінде тұрған 37 отбасыға пәтер кілті табыс етілді. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай қалада мемлекеттік бағдарлама бойынша тағы да 5 көп қабатты тұрғын үй пайдалануға беріледі деп күтілуде. Осы аптада Ақтауда Шоқан Уәлиханов кемесінің экипажы жер шарын саяхаттауды аяқтады. Экипаж мүшелері елбасы табыстаған тумен үнді және тынық мұхиттарын шарлады. Енді мемлекеттік ту тұңғыш президент музейіне беріледі. Экипаж өз экспедициясын тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнады. Елімізде қайырымды істер марафон аясында 237 қайырымдылық акциясы өтті. Жамбыл облысында түрлі жастар ұйымдарының еріктілері қан тапсыру бойынша өмір сыйла акциясына қатысты. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуге қатысты барлық шаралармен 30жыл.kz сайтында таныс бола аласыздар.